Қойнаудағы күрке 7 бөлім. Қара бауыр тартқан даланың көңілсіз қойнауы, қар аралас күзгі жаңбырдың суық өкпеге еседі. Төп қарағанның басына әлдебір жолаушының іліп кеткен тұмағындай жарбиған күркенің ішінде жатырмын. Сүйекті инедей шанышқан ызғырық тітіркендіріп жіберді. Көңілімді салқын ой билеп алған. Ашық күндегі бір шөкім бұлттың көлеңкесіндей үйірле қалатын әдеттегі шымшыма мұңда кешегі думанды ғұмырға елтіп албыртқан көңіл де саптиылған. Мынау жалғанда жалғыз өзім ғана қалғандаймын. Ешкімнің маған, менің ешкімге қатысым жоқ сияқты. Мазалайтын ойдан, алаңдайтын ермектен адамын. Асып-тасып, буырқана сарқылған толқындай меңіреу күй кешіп, ортадағы бытырлай жанған тобылғының жалынына қараймын. Әлдебір үміт шырағы жылт етіп қайта сөнді. Жүректі шымшыған қандай сезім, енді не іздеп ала сұрады білмеймін. Оның өшпейтініне де сенемін. Іштей өзіме өзімнің қитығымда келеді. Өйткені мен бүгінгі тіршілігіме риза емеспін. Еркеледік, ер жеттік, мақсат та талап та болды. Соны медеуде тұттық. Сол үміт қайда? Тең құрбының алдына неге түспедік? Абай айтқандай, жасында күтті, дәме етті, босқа өтті не бітті. Енді міне қарлы жаңбырдың суы сіңген киіммен көне көншікті көк соқта етіктің қоншын қайырып, ортадағы отқа қақтап, кептіруден басқа арманда мақсатта жоқ. Биыл қуаңшылық боп, ауыл шөпті дегелеңмен мыржықтан шапқан. Ен дала сынақ полигоны. Аспанда құс та көрінбейді. Қайла мен Ахмет, Кемел аға төртеуміз шөп дейтін көліктің келуін күтіп жатырмыз. Күрек түсінің орны үңірейген опырығынан ысылдай шыққан Ахметтің демінен ұшқан ошақтың күлі көз алдыма көбелектей көлбеңдейді. Шөпті көсеп-көсеп қойып, су тобылғыны тұтату үшін тағы да үрлейді. Қара қостың тоқпақ басты көрігі де, көмпісі де, қайраттысы да, қол баласы да осы Ахмет. Майысқақ мінезді Қайла қалталан қағып, күректің қысқа сабындай шолтаң етіп жүргені. Бүктетіле үйісқан шөпті көлікке тиерде ғана Ахметтің алдартын орап, томпаңдап жүреді де қояды. Ахмет қайың сапта ашаның ұшын жерге тіреп, қайта көтергенде елбеңдей ұмтылып, күшінен гөрі айғайын жұмсайды. Шөп тиілген соң тауды жалғыз көтергендей өз-өзінен арқаланады. Өзімшілдігіне орай жекеменшік деген айдар тағуға лайық. Осыдан 5 күн бұрын Ахмет пен Қайланың әйелдері жүргіншілерден дәм жіберіпті. Ахметтің тамағын сол шөп басында реттегенбіз. Қайла ішін басып жеке кеткен. Шөмеленің тасасына тығылып, ұрлана тамақтанып, шөлмектің аузынан шарапты жартылай ішіп, жасырып қойды. Мен бәрін көріп, сараңдығына ызам келіп, ол кеткен соң қазынасын алдым да Ахметке бердім. Босаған шөлмекке шай құйып, басқа шөмелеге тықтым. 2 күн қабағы салбырап жүрген Қайланы сынағым кеп, әлгі шөмелеге жеткенде шөлмекті ашамен түртіп шығарып, Ахметке ымдадым. Ол түсіне қойып, әдейі сеспен әлгі құпия қазынаны қолына ала салып, өзім таптым деп қашқалақтап еді. Қайла тұра қуды, ентеге жетіп, шөлмекке қос қолдай жабысып, беті тыжырая түтігіп, менікі әкел, менікі деп бүрістіде қалды. Ахмет күле жүріп, шамасы келмегендей босата салды. Қайла ентігіп ұзақ отырды. Дастарқан жайылғанда еріксіз шөлмегін ортаға қойды. Бәрі бас тартты. Күрешкеге толтырып тартып жіберіп, үні шықпай қалды. Кемел аға, солай шырақ, қызғанғаның қызыл итке жем болсын деген жасың келгенше жөнді білмейсің деді. Содан бері Қайла жалтақ. Бұл әрекетті кімнен көргенін кім білсін. Қазірде әр нәрсені түртінектеп,
тобылғыны ысырғансып, босқа күйбеңдейді. Бәріміздің киімімізді кермеге іліп, от жағып, су әкеліп жүрген Ахмет. Сайын даланың түпсіз пұшпағында ел жұрттан 300 шақырым алыстағы дегелең мыржық атты иен жерде тігілген қостағы төртеуміздің жасымыз да, кәсібіміз де, мінез құлқымыз да дүниенің төрт құбыласы тәрізді кереғар. Мені қойшы, ешкім назар да салмайды, ұмыт та қалдырмайды. Ахмет пен Қайла бұл тірлікке көнген. Қанша мазасызданса да, дегбірі қашса да, таңертең сақал мұртын алмай сыртқа шықпайтын, кешке киімін тазаламай төсекке жатпайтын, қашан көрсеңде сырбаздығынан жаңылмайтын Кемел ағаны медеу тұтып, қаным суы қалады. Пішкен қалпынан ауытқымайды. Бір айдан бері жұбымыз жазылмай келеді. Жаздағы құрғақшылықтан, шабындықтан шөбі күйіп кетіп, сапқоз ит өлген қияндағы мыржықтан шөп шаптырыпты. Соны текшелеп жинап, көлікке тиеп береміз. Күніне 2-3 машина, күн ара қара өгіз, трактор қатынайды. Кірледік, шаршадық, қыс жақын, үй ішіміз деп қиғылықта салады екеуі. Әуелі өтініп, соңынан Кемел аға ашу шақырып: «Немене, менде үй жоқ па? Қатын бала жоқ па? Әлде сендермен серуенге шықтым ба? Шыдайсыңдар. Менімен бірге келдіңдер, бірге кетесіңдер. Бір бөлімшенің айлық есебін жасауға шақырғанда да бармадым. Неге? Орнында бар дүниені түгендеу қашпайды. Менсіз де жетеді. Маған дәл қазір бір тал шөп қымбат. Жасым келген, шаруашылықтың азап рақатын аз көргем жоқ. Бәрін білемін. Биыл қыс қандай, соны ойладыңдар ма? Қатты емес-ау, қатыгез қыз. Қар нығыздалып, боран үрлеген соң, мұнда жүгірген аң да жете алмайды. Бір тал шөптің далада емес, қорада тұрғаны ырыс. 30 жыл істегенде қылдай зиян жасамадым. Биыл қыстан аман шығарсам, абыроймен кетерем. Шыдаңдар жігіттер. Қашан қар сірескенше кетпейміз. Қыс қысса, сендер де көсіле алмайсыңдар деп сөзінің аяғын жұмсарта қойды. Егер ауа райы осы іреңінен қайтпаса, шынында да түрі жаман. Қазанның басында жауып еріген қардың ұшығы қайтпай тағы да бүріп тұр. 2 күн қара суық болып, жаңбыр құйды, бүгін қар қылаулады. Су сіңген түктер де ауырлап, теу қиындады. Жолда алайсаң, Кемел аға шырылдап, ұрсып жүріп, жүргізушілердің еркіне көнбей, шөпті баса тиетті. Өзінің малы жұтқа ұрынардай күйінеді. Бізде жетіскеніміз жоқ. Киім шылқылдаған су, өзі де аянбайды. Жан басындағы соғыстан қалған жара ушығып, ісініп кетті. Жаңа ғана спирт жағып, тоңға оранып отыр. Көлбей түскен қардың әр түйіршігін көрген сайын қабағын шытады. Мені осы иесіз медиенге ертіп алған да сол кісі. Бөлімшедегі 5 бастықтың бірі менмін. Аты әдемақ, ал жұмысынан мақұрыммын. Зады білудің керегі жоғау. Көңілін қалап, пейілің түспеген күйбеңнен не шығады? Нені есептеуге тиістімін? Шөпті ме? Оны өз-ақ санайды. Қай қыстауға, кімге қаншасы тиесілі, бәрі де қойын дәптерінде. Бала, 100-ге дейін санай аласың ба? Бөліп көбейтудің керегі жоқ. Алып қосасың ба? Ал ертең жылы киіміңді дайында. Жас келсе іске бірден кіріс. Бөлімшенің есепшісі боласың деген еді. Ісі осы болса, 100-ге дейін сан білудің өзі артық. Соған несіне бас қатырам? Маған бәрібір емес пе? Өмір жолын дұрыс баста, өкінбе дейтін мектеп директоры зарғақсап. Басталар өмір жолы басталып кетті, атталар табалдырық атталды. Енді қар жапалақтап, аяз буып, үскірік үріп тұрғанда, жылы класс бөлмесінің терезесінен кең дүниеге алып ұшып, тордан еркіндікке ұмтылған торғайдай алабұртып отырмайсың. Ұстаздардың 10 жылғы уағыз ақылын орындай алмадық. Толық адамның қатарына қосылмадық. Кірпіш боп та қаланбадық. Есепшімін. Елдің кластас құрбы құрдастардың үміті едік. Оны да ақтамадық.
Енді көзге сүйілдей қадалғанша елсізде жалғыз жатқанда қисынды. Әркімге неге оқуға түспедім түсіндіруім тиіс. Одан гөрі тезірек су киімді кептіріп, шұлғауымның қағын өгіп, ұлтаныңды күйгізбей қақтаудың қамын ойлау мақұл. Қараша қосты, әлі қанша мекендейміз, ауырсаң, емханаға ит қосып қуса да жететін көлік табылмайды. Тек көрші құлатта жылқышылардың киіз үйі тұр. 3 күннен бері жылқы ықтап, Серікқазы соңында жүр. Келмепті. Шешесі Кейуана бізге дәмін ала жүгіреді. Туған анаңдай еміреніп, аймалай жөнелді. Мені қонуға шақырды. Келіспедім. Компанияға ірткі салмауым керек. Жылы жерді кім жек көреді? Жарасының ашылғанына қарамай, Кемел ағада жатыр ғой. Шыдасақ шыдайық. Қайла бір қолтық тобылға әкелді. Сырт ақ көбіктеніп қалыпты. Қардың салмағы қосты да езе түскендей. Кетік тістерінен тілін жылтыңдатып, тағы да шоқты үрлеуге кірісті. Кірпігі боп-боз боп, сымға қонған торғайдай жұқанақ күл ілініп қалыпты. Өкіндің не, өкінбедің не, жасыратын ештеңе жоқ, кесірленудің де себебі бар. Қанша тырысқанмен де өзіңді өзің жеңе алмайсың. Адамның бойындағы қабілет, ерікте оның мүмкіндігінен аспайды. Жан дүниемнің соншама жалаңаштанып, бұйығы тартуым түсінікті де. Сонау жас шыбықтай солқылдаған бүлдіршін шағымда мөп-мөлдір әйнектегі сызаттай аспанда із тастап, жалт-жұлт еткен аэропланды көргенде, мүмкін қазір соншама өкінішке қалмаста едім. Содан бастап өзімді қалықтаған самолеттің тұтқасын ұстап, самсаған жұлдыздардың арасынан іздейтінмін. Қиялымды ұшқыш тіршілігінің билегені сондай, онсыз өмір мағынасын жоятын тәрізді. Жер басып жүрген кезім шамалы, қашанда қос қолымды кере жайып, самғап келе жатамын. Жер басқан пенде екенімді де осы қостың ішінде сезіндім. Тұғырдан ұшқан қырандай мектепті бітірісімен бірден аспанға қалықтап кететініме сенетінмін. Мен білмейтін самолеттің түрі, атақты ұшқыштар жоқ еді. Ауылға қонатын шегірткенің пилоттарымен де таныспын. Өзіміз деп санап, үнемі орталарына отырғызатын. Менің әңгімемді тыңдап, кейбір аэроплан тарихын білмейтіндерін де мойындайтын. Ақыры олар мен үшін үлкен жаңалықты әкелді. Биылғы қабылдау қалада, аэроклубта өтеді. Мені де тізімдепті. Тіпті таныстары да табылды. Әттең, емтиханы қазақша емес екен. Аттестатты қолыма алған сәтте шегіртке мектепті айналып ұшып, қанатын қағып аэродромға қонды. Кімге тағзым еткенін бәрі де түсініп, қызыға қарады. Шабыттанып кеткен жетекшіміз: көрдіңдер ме? Ертең-ақ жарас көк жүзінде самғайды. Тіпті космосты да шарлар. Мен сенем, сөзсіз сенем жолдастар, деп те қалды. Тоқтауға мұршам келмеді. Уәде бойынша аэродромға тарттым. Андрей құшақтап құттықтады. Қолтықтасып баспалдаққа көтерілдік. Мектептің алдындағы соңғы қоңырауға қатысқан сыныптастарым мен космосқа ұшқандай оралап, гүлдерін аспанға лақтырды. Қалаға ілінісімен Андрей дедектетіп жүріп, документтерімді тапсыртты да 1 сағаттан соң кері ұштық. Соңғы қоңыраудан кейінгі жаңа өмір таңын қарсы алу рәсімінде бүкіл класс менің тағдырым шешілген ұшқыш деп қарады. Олар сол сәтте алдарында болашақ шөпші, мейлі есепші тұрғанын балгер айтса сенбес те еді, күлер де еді. Қаршыға сияқты тілі қышыған қыздар кім білсін ашуда шақырып, бақсы құшынаштың қараңғы елді алдағаны туралы ұзақ лекция оқып, жылап та алар еді. Біз кегжие қарап, мысқылмен жымиямыз әрине. Өкінішке орай, мен де, олар да тағдырдың жүрекке салған жарасының өшпейтінін, түптің түбінде ашыларын, есейе ұмытқан жетім балалығымды еске салатынын, қос обаның түбінде тосып аларын ойламаппын. Өмір деген сол.
Ол кезде шешесіз ғұмыр кешуге үйреніп, өзімді 4 құбыласы тең жеткіншектердің санатына қосатынмын. Анда-санда сағыныш жүрегімді сыздатса да, бейнесін елестете алмай ілезде ұмытамын. Әке, әпке, қарындас, үй жылуы сол үшеуінде ғана сияқты көрінетін. Омбы қарды кешіп, сары аязда үсікке шалынып, қурай орған бір кесе ұн үшін күн ұзақ сергелденге түсіп, суық үйде қазандыққа телмірген шақтар, алабұрта ертеңге ұмтылған, барлығын болашақтан іздеген көңілдің тереңінде көміліп қалған. Құнарлы саздағы шыбық күш алғанда, бәйтеректің неге қиылғанына, қандай тамырдың жарасынан көктегеніне қарамайды ғой. Тек күнге, көкке ұмтылады. Адам да сол тәрізді. Қашан мәуесін жайып, өзге шыбық тамырларынан көктегенде, не қабығына балта тиіп, дауыл шайқағанда түсінеді, есіне алады емес пе. Менің де күйім сол шыбық іспеттетін. Қалаға аттанарда, алыстағы жайлауға барсам, қарындасым аттан жығылып, қолын сындырыпты. Таң атқанша зар жылағаны қабырғамды қайыстырды. Үлкен жолға шығардағы көлеңкелі ырым, алайда бойымды кернеген арман қуаты тепсініп шыдатпады. Көңілімді мазасыздық креукелесе де қарай-қарай аттандым. 2 жастан әлпештеген қарындасымның жасқа толып, жаутаң-жаутаң қаққан жанары көз алдымда тұнып тұрды. Шофердің: «Ей, өмір сендерде, ұшқыштарда ғой, ой шұңқыры саз батпағы жоқ, керолин сасыған қойды да тасымайсың, зу-зу анда, зу-зу мында. Ой, әне айттым ғой, басыңды соғып алма, ертең жаман ағаңды ұмытпа, баяғыда мені жеткізіп еді десең, жетіп жатыр. Қаладан үй саласың, әрине биігін береді. Ой, бауырым, өмір сендерде, ұшқыштарда» деген желпуін де селқос қабылдадым. Тағдырымды мөлдір аспанмен ғана байланыстырып, одан тыс тіршілікте елестетпегендіктен де іштей көрер қиындыққа, тосын оқиғаларға, сәтсіздіктерге де дайындалдым. Тек олардың барлығы да аспанға қатысты еді. Сол күндер менің ең бақытты мезеттерім, ойшыл сәттерім екен-ау. Бекмұрат пен Андрей де қолтығымнан демеп, көп күдік ұялатпады. Байқау сынағынан мүдірмедім. Аэроклубтың еркесі, өзі шымыр, тығыршықтай Қанат деген бала екеуміз. Ол менің мүдірген тілімді қызықтайды. Әйтеуір, алгебра, химия, физикада тіл емес, формула сөйлейді. Қанат 3 жыл бойы осында жаттыққан, парашюттен секірген, танымал. Ол ұшқыштардың сенімді көмекшісі, бортмеханиктің оқуына бармапты. Бірде қасыма келіп: «Ұшқыштың өзі болмағасын не тәйірі, кел, екеуміз досасайық, биыл қалайда түсуге тиіспіз. Мен әлгі есебінде немін, сен шемішкедей шағасың, ал тілге мен көмектесейін, бірігіп дайындалайық» деді. «Жарас Кербалаев». «Жарас, Қанат, үйлесіп-ақ кетеді екен, кеттік біздікіне». Кенет Андрей шыға келді. Ақ жарқын көңілмен екеумізді де құшақтап: «Охо, табысып та үлгердіңдер ме? Апама жездем сай, авиация екеуің арқылы болашақ мықты экипажбен толғады» деді. 5 күннен соң дәрігерлік комиссия. Бөлек-бөлек бұлшық еті бұлтаңдаған Қанаттың жон арқасынан қағып, ақырын шапалақтап қойған қара көзді әйел маған бұрылды. Неге екенін қайдам, еркім өзіме бағынбай, жүрегім лүпілдеп сала берді. Ары-бері тыңдап, айналсоқтап жүріп алды. Қанат та айналшықтап шықпайды. Бұрышта тұрған Андрейдің де көзі жылт ете қалды. «Абыржыма, Жамал апай, не?» Үндемей бетіме қарады. Толқығаным сондай, ернім дірілдеп, көзіме жас үйірілді. Тағы да тыңдап, ақырын ғана жымиды. «Жолың болсын» деді, сыбырлағандай баяу үнмен, қазақша. «Жолың болсын балам, жүрегің әлсіз бе қалай, байқарсың». «Тағы не?» Қырсыға қалды. Жүгіріп келген Андрей қол қойғанын көріп қуана айқайлады. Үшеуміз құшақтаса сыртқа беттедік. Ең басты шаруа бітті. Ендігісі қуаныштың дәмі ұзаққа созылмады. Шартты түрде курсант қатарына қабылдансам да, үлкен сын алдатын. Онсыз ұшқыштар училищесіне жібермейді.
ұшу сынағы. Аэроклубтың атына кір келтірмес үшін міндетті түрде ұшу сынағынан сүзгіден өткізеді. Ан-2-ның таныс шайқауы. Ұшқыш нұсқаушы биіктеп барып, төмен шүйіліп қайқая көтеріледі. Іле қос қанатын кезек-кезек бұлғаңдатқанда қайыс белбеу кеудемді қысқандай сезілді. Қысылғандаймын. Бақылаушы маңдайым тершіген маған қарады. Өзім қорқып та, үрейленіп те тұрғам жоқ. Енді бір рет төмен қарай зулап, қайта жоғарылағанда көз алдым тұманданып, кеудем қысылып, тынысым тарыла берді. Тұман, бұлыңғыр елес. Есімді жиғанда ақтөсектің үстінде жатырмын. Жұп-жұмсақ алақан маңдайымды сипады. Таныс бейне. Иә, Жамал апай, сол комиссиядағы дәрігер. Жанарында мейірім нұры төніп. Көрдің бе, шырағым, менің күдігім дұрыс екен. Жүрегіңнің кінәраты бар. Сені қобалжығаннан шығар деп өзімді сендіріп ем. Жас өміріңе тосқауыл жасағандай көрінгім келмеді. Енді міне тағы да жүздестік. Бұрын байқалмады ма? Жүрегіңнің жасырын шуылын айтам. Ол жинала-жинала дертке ұласады. Емделгенің дұрыс, қауіпті емес. Егер дұрыс күтінсең, айығып та кетесің. Өкінішті әрине, деп жұбатқанда дүние шыр айналып жүре берді. Енді маған аспанның мәңгілікке қош айтысқанын, ғұмыр бойы аңсаған ғажайып әлемнің ғайыпқа айналғанын, өмірдің көңілдегі ыстық қиялдың өшкенін ұқтым. Өз өмірімнің қауіпті қатерінен гөрі жан жүрегімнің аңсарымен қоштасуым өзегімді өртеп, меңзең күйге түстім. Содан осы күнге дейін арыла алмай келемін. Аспан туралы ойлау жанға күйік. Ол сиқырлы әлем өшкен. Менің жүрегімде басқа арманға орын жоқ. Бәрін көгілдір кеңістік билеген, әр тамшысы аспан түстес. Миыма одан басқа ойда, қиялда қонақтамайды. Құр күмбірлеген күміс кеуде ғана қалған. Меңзең күйде жатқанымда мойны салбыраған қанат есіктен жасқана кірді. Сол кесірлі алгебра деп міңгірлей күбірледі. Өзге, бұл мүмкін емес еді. Екеуміздің де жағаға шығып қалғанымыз ба? Әлгі қушекеш үрпек сарыны білесің ғой, құласам да бәрібір. Геологияда кісі аз, соған тапсырам дейтінше, сол қабылданды. Оныкі жай желік, ал бізше келесі жылы болсын, математикасы Ньютонның заңынан қиын емес шығар. Мен еріксіз езу тарттым. Алгебраның Исаққа не қатысы бар? Юра соны шатастырып отыр. Ал сен қайдан таптың бұл жүректі? Аңғал батырмай, жүрек жолда жатама. Ол жай емес, зат емес, тауып алатын. Ол менің өмірім ғой, білесің бе? Бала жастан жабысқан пәле. Шешесіз өскенімді білмейсің бе? Маған аспан, мен аспанға қош айтыстық. Сенің жөнің басқа, Жамал апай айтқандай, жолың болсын. Сонда ғана қам көңіл жетім бала кезімде қақаған сары аязда қаудан шөпке орап жасырған қарасындағы көбелектің тағдыры ойға оралды. Аман есен қыстан тірі шыққан шығар, бірақ қанаты бүтін бе, нәзік денесін үсік шалмады ма, оған мән бермеппін-ау. Өткен күн жүректі іссіз тастамайды. Сана сезім ұмытқан менде жүректің зердесі мәңгі естінде сақтайды. Ал тағдырдың бұл сыбағасына қалай қуанарсың, қалай жазғырмассың? Ұмыт қалған көкірегіне қаяулы мұң тұнған сол бір кішкене баланы балалығымда аңсап, қаладан қайтқан автобус өзен жағасына тоқтағанда шалғынның арасында етпетімнен жатып ап жылағаным есімде. Ол менің ұзақ жылдардағы қиял әлемімен қоштасып, қарапайым екі аяқты пенделік тіршілікке, жерге оралуым болды. Өмір баспалдағына міне осындай өкінішпен аттандым. Ол дұрыс та бұрыс та шығар, көнбеске шара қайсы. Аттестатты ала сап, аспанға ұшқан көңіл, қанаты сынған көбелектей жер бауырлап жатыр. Не істеп не қоям, белгісіз. Әзірше өмір ағысының ырғағына бағынамын да, қайтемін. Қараңғы үйіріліп, қардың суық демі денемді қари бастады. Қыстың қаһарына іліккеніміз анық. Су сіңген қос сіресе қатқан, іштегі оттың жылуынан мұз еріп,
тамшы тырс-тырс тамады. Ахмет тобылғыны шынтақтай қалғып кетіпті. Шоқ қызара нұр шашады. Көзілінген Кемел аға қабағын қарс түйіп, енді үміттің үзілгенін сезген. Әттең, құдіреті жетсе, үстіндегі көйлегін шешіп, жаңбырмен қардың жолына төсеп, шөпті қорғаштаудан тайынбас. Дәрменсіз дүниеге шара жоқ, киімдер кеуіп қалыпты. Қара шайды қанып ішкен, қайла жатуға ыңғайланды. Кемел аға кірпігіне күлдің ұшқыны ілінген Ахметті түртіп оятты. Су отынды үрлей-үрлей ұрты ауырған ба тамсана береді. Ілезде шағын дастарқан жайылды. Кемел аға жастықтың астынан шөлмекті суырғанда теріс қарап жатқан қайла басын қақшаң еткізіп көтеріп алды. Бұл ол кісінің ең сыйлы дәмі. Ісі өрге домалағанда, жігіттер шаршағанда ғана қолы ашылады. Бүгінгі жаңбырдың астында су шөпті тиеген, күш қайратқа іштей сүйсінген. Денесін суық сорып, бойларын ызғырық тоңазытқанда қабақ шытпай жұмыс істеген бізге деген алғысы ол. 4 күрешкеге тең құйып, сүйектеріңе суық өтті ғой, еттерің қызсын, денсаулық зор байлық, өмір серігі. Ей бала, қане, неге ішпейсің? Өзге уақытта өзің біл, дәл қазір саған қажет, ал деді. Ернімді тегіздім де Ахметке ұсындым. Ол сәл жымиып қойды да іркілмей тартып жіберді. Осының ақ несібесі дайын тұрады. Күңкілдеген қайла орнына қарай жорғалады. Көңілі көтерілген Ахмет шайды ұзақ сораптап, ыңылдап әнге басты. Таусылмайтын, үзілмейтін, ауыспайтын бір әуені баяғы. Ошақтағы әлсіз жарық қараңғылық бояуына сіңіп барып, өшіп тынды. Әр тұстан шымшылаған аяздың тілі өткір, қымтанып, қымтырла бұға бердім. Күбірлей жүріп, мейірімін төге, Ахмет ішігін үстіме жапты. Мені баласына ма, жоқ бауырына тартама, әйтеуір жүрегінің жылуы мол адам. Қара суықтың ысқыруына, жаңбырдың сырылына үйренгендіктен бе, үнсіз, еш дыбыссыз қапалақтаған қар ессіз даладағы қосты көміп тастағандай әлдебір үрей биледі. Ессіз қойнаудағы қараңғы түннің бауырына тығылып, тыныштыққа тұншығып, бұға түскен жалғыз күркені шетсіз шексіз ғаламның түкпірінен әуенсіз құйылған қар қымтап, салмағымен жаншып, теңізге батқан қайықтай бірте-бірте қойнына сіңіріп барады. Қосты бетке алып, желе шоқырақпен келемін. Қорықтан өткенде ақ тәкедегі мөрдей ойдым-ойдым қарайған шөмеленің бос орнын көрдім. Ойсыратып ақ тиепті. Арлы-белі ойқастаған дөңгелектердің ізінен тайғанақтап, шашасын қағып, торы ат 4 аяқтап қалды. Жанталасып жүріп, жарсын аттандырған-ау Кемел аға. Әдетте қона қайтатын машиналарды тыныстатпай жедел жөнелткенде өзі ғой. Онда да зар қағып, біресе ашуланып, біресе күліп, біресе күрсініп, шыбын жанын садаға қылған шығар. Әйтпесе Қайла мен Ахметтің әрекеті емес. Қол ұшын бере алмағаныма өкінемін. 3 күнгі боранда аққан жылқыны қайыру, ұйықтамай жүру оңай ма? Серікқазы үйірге жұлдыз көтеріле жетті. Оның үстіне кісі киіктеніп қалған Серікқазы орталықтан шөп алуға келген жігіттермен жолығып, құсасын сыртқа шығарып, сергек әндетіп келді. Жайдары адамды тартып тұратын қасиеті бар. Маған бір кесе езген құртты ішкізді де, жалғыздықтан запы шеккенін білдірмесе де аялдатуға тырысты. Асығып не марқадан табамын, кейде тарығатын, жалығатын көрінеді. Бірақ орталыққа барып, бала шағасын көріп, мауқын басқасын, өзін қоярға жер таппай, тынысы тарылып, үйге сыймай, далаға аңсары ауып, ақжалмен кең сахараға ағыта шапқысы келеді екен. Ердің қасына тізгінді ілген Серікқазы: «Ей күшік, мына 2 қортықтар ғой, Қайла мен Ахметті айтам», ыбырсып, күлі төріне шашылып, ыс сасыған босағасынан түртіншектеп қалатын. Шықса, құты қашып, ырысын жел шырғандай. Қалай шыдайды? Таңмын. Қыбыр-жыбыр тіршілік,
бықсып түтіндетіп жүргендері де сондықтан. Шіркін, өздері маған берсе, 15 күн жүйрік ат мінгізіп, асауды бұғалықтаса, имандай шыным, бүкіл жыбырлаған тіршілігіне өкініп, қайтып қоқырсықты искемес еді. Дала қандай дарқан десеңші, сонда да тышқан байғұстар білек сыймайтын қуысқа тығылып таласады. Тура сол мыналар, жамандағаным емес, қатар өстік, сәл үлкендігі ғана. Ой, талай қызығын көрдім ғой. Осы соғыстан кейін 3 жыл ма, жоқ 4 ме, дәл есімде жоқ. Үшеуміз тығылмақ ойнағанбыз. Жер-көкте дыбысы білінбейді. Қораның артында қалың қышыма өскен. Сиыр кірсе көрінбейтін, тейіп кетсе дуылдатып жындай буатын. Оған жолаймын ба? Таппағасын кете беріп ем, ішінен ырс-ырс еткен үн келеді. Демімді ішіме тарттым, шын үрейленіп тұра қаштым. Жарты сағаттай жүріп, ішім пысқасын, әлгілерді іздедім. Бағанағы қышыманың ішінен тағы да дауыс естіледі. Ысылдайды, ыңырсиды. Есіме екінші жақтағы қуыс жол түсіп, соған барсам, екеуі бірінің кеңірдегіне бірі жармасқан, бет-аузы, балтырлары батпиып ісіп, тырсиып тұр. Зады біреуі жасырынғанда, біреуі үстіне түсіп, ұстасқан жерінен айырылмаған. Қышыманың ортасына құшақтаса құлаған. Не жібермейді, аясынба талап тастапты. Төбе құйқам шымырлады. Құйындатып отырып үйге зыттым. Ойбайлап, екеуінің шешесі шықты. Кемел аға басына қапты орай буып, қышыманың ішіне кіріп кетті. Айырылсашы. Ақыры екеуін де қолтықтап алып шықты. Өңмен түстен түк те жоқ. Көздері де сықсиып қалыпты. Денелері барбия бөртіп кеткен. Енді сәл болмаса, уыты жайылса, бітті ғой шипасы. Емдеп-домдап, бір айда дертін қайырды. Кемел аға екі қолын шаққанға шыдамай қасып, әлекке түскенде екеуі қозғалмады ғой. Қатар жатқызған, бірі үндесе біріне есесі кететіндей. Соңынан екеуінің шешелері қышыманы баулап, сыпыртқы жасап, өздері жекпе-жекке шығыпты. Сол екі әйел ғой. Бұл екеуінің өмірін тістестіріп, шайнастырып қойған. Тілі келіп, сөз ұғуға жарағаннан бір-бірін талатуға үйреткен. Өмір айтесеңші, біз де көрдік-ау. Шешелері деймісіз? Қойыңызшы, әзер мыстан кемпір атанса да, өз баласын бейшара ғып, қызықсыз сераға, дедім. Сенбе, бауырым, сенбе, көрмегенің тіпті жақсы. Ол кейуаналар да еркен деймісің, күндес те абысында емес. Екеуі де 30-шы жылдың түлегі, іште қалғандар. Түсіндің бе? Ой, одан бері қанша заман өтті, ұмытылмайтын не сонша. Жетімдікті білемісің? Білсең сол, тек ата-анасыз, жетімдік пен жесірлік емес, кейде бүкіл ел жетімсірейтін белең кезігеді. Әркім үлкен де, кішкене де маңдайымнан сипаса деп тұрады. Күтеді, сағынады, сарғаяды. Ақыры шыдамы таусылып, от тәрізді лап ете қалады. Біздің шағын ауылдың осы күні өздерің тұратын бөлімшенің біраз үлкенді кіші жетімдерінің жесірінің басынан сипаған осы Кемел болатын. Оған бәріміз де қарыздармыз. Менің шешем председатель еді. Кейін Кемел аға болды. Мен шешелері неге сәбилерін бір-біріне өшқы өсіргенін түсінбеймін. Айттым ғой, 30-шы жылдың түлегі деп. Әкелерінен көз жазып қалғандар. Әуелі Ахмет, соң Қайла. Кейін екі кейуана да қателіктерін түсінді. Оларды кінәлауға да болмайды. Ал мына екеуінің бала кезден сіңген әдеттері өзгермеді. Алыс кетсе іздейді, жақындаса тістейді. Әлі талай көресің, мінездерін білмейсің ғой. Білемін дейсің бе? Мүмкін естігенде шығарсың. Бала кезіңде жүрегіңді тілген жара жазылмайды, ашиды да тұрады. Кейбіреулер екеуінің керілдесіп шекіскеніне күледі. Ал менің кеудем өксікке толады. Аяқтары тілім жарылып, жалақ ерні қанталап, түлкі құрсақ боп жат қолына жалтақтай күн кешті. Сол кездегі өңірі өрім жейделерін, бір тілім нанды бөліп жеп, үдірейсе қалатындарын, әрқайсылары өз әкелерін сағынып,
оның отын өшіргендері сияқты бір-біріне оқты көзбен қараған бейнелерін елестетсем, бойым шымырлайды. Не көрмеді, есіл балалығы өксумен өтті. Тағдырдың тезі қатал ғой. Колхоз оларды балалар үйіне де, ФЗО-ға да орналастырды. Бәрібір онда тұрақтамай, қол ұстасып, арып ашып жүріп, ауылға қайта оралды. Шешелері де жетісіп жүрме, әйтпесе бауырларына басқан жалғыздарын қияма. Қос бейбақ жандары күйгенде бұрқ-сарқ ұрысып, соңынан бір шәугім шайды бөлісіп ішетін. Тағдыр жазасы сол, ол ешкімді кешірмейді. Түсінбей келесің-ау, қысқа күнде түңлігін төрт ашып, төрт жабатын күйгелек жұрт заман ағымына ілесе алмады. Тонды жаба пішті, өмірге танымы ілеспеді. Осы қайланың әкесі әуелі өз құдасына жала жауып, 3 қадақ бидайды 3 қапқа балап, қолынан жетектетіп түрмеге жіберді. Ашынған Ахметтің шешесі де аянсын ба, қазан ошағы аралас үйдің түтінінің иісі де ортақ, бәрін жайып салды. Іле ол кісіден де көз жазды. Екеуі де оралмады. Кешегі құрдастар, достар, тұңғыштарының қызығында көрмеді. Қатуланса шарпысып, қысылса қолтықтасып жүріп өсірді ғой. Ішкі өкпе кетсін бе, екеуіне ызғарын қалдырды. Серікқазы сәл ойланып сөзін жалғады. Білемін дейсің, білсең, ол қыжылдың ашуы оңай басылмайды. Қышыманың шаққаны сияқты буып тұрады да, іле жаныңды шығарып, дуылдата жөнелгенде кірерге жер таппайсың. Қой сен бар, желді тура мұрныңның қырына келтіре жүр. Сонда қостың үстінен түсесің. Бара ғой, рахмет жаным, айтшу. Кемел аға қайтпады. Қас арсып аяғының уыты жайылған. Сәл ағай қиналса маған шап. Ана төбенің басына шықсаң, ат түбірін өзімде естеймін. Төбелді қаңтарып, шылбырды мықтап байла. Үстіне жабу жап жіберме. Ерулі атсыз жылқышының күні қараң. Ұқтың ба, тура маған шап, деді арқамнан қағып, өзі біраз жерге дейін ілесіп келді. Жердің ыңғайынан жаңылмасам да, бағанағы іздің сорабынан тартсам да, ызғырық тура мұрнымның оң қыры мен бетімнің ұшына соқты да тұрды. Серікқазының дала мінезін құбылнамасыз ажырату әбден қанына сіңген-ау. Былтыр күзгі көксоқтада жылқышының қосында аяғы ауыр келіншегі жалғыз қалыпты. Жүрегі қозғалды ма, түн ортасында толғақ қысады. Жауын шашынға қарамастан 90 шақырым жердегі көрші совхоздың дәрігеріне барып алып кепті. Аты сол аурухананың алдында етпеттей құлағанынан тұрмай зорығы өліпті. Амал қанша, ол да жас ананың жанын арашаламады. Түс кезінде жан тәсілім беріпті. Қазір Серікқазының 2 ұлы интернатта. Жабыққан жалғыз баласын жапанда шерменде қылмай, Бәтима апайдың да жүргені сондықтан. Жарық дүниедегі медеті де, медеуі де сол Серікқазы. Бұрын жайдары жігіттің де жүрегін уайым шым-шым сыздатады. Тура қостың желкесіне келгенімде бетімнің ұшы дызылдап барып ысып сала берді. Үсіктің шымшығаны екенін сездім. Жеделдете шоқырақтатып, атты байлар байламастан қармен ысқыладым. Саусақтарымда шымырлай шаншиды. Төбелді қаңтарып, қосқа кірдім. Жып-жылы ілеп бетімді шалды. Тып-тыныш ортада шоқ қызара жалқын нұр шашады. Шешінбестен бұрыштағы қаптың үстіне отырдым. Дізем қолым қарысқан. Мұрным бетім дызылдай шаншиды. Жылу бойыма тарап, қараңғыға көзім үйренгенде, қарсы алдымдағы ақ жаулықты көріп, тіксініп қалдым. Азық-түлік қойылған жәшікке арқасын сүйеп, қалғып кетіпті. Ажарлы жүзі шоқтың қызуымен нұрланып, терең әжімі сызаттана білеуленеді. Бір қолы Кемел ағаның ашық тізесінде. Жарасы қара білеуленіп, тотығып, шарбы майындай тарамдалыпты. Зады жарасын спиртпен сүртіп, әдеттегізінше қойдың майын сылатқан тәрізді. Бәтима апай талығып, Кемел ағаның жаны арақат тауып, көздері ілініп кеткен-ау. Екеуінің арасындағы
мейірім мен құрметке сүйсінемін. Демді ішіме тартып, оятып алмауға тырыстым. Төрде бір-бірінің арқасын жылытып, анда-санда ұйқысырай бұрқылдап, Қайла мен Ахмет жатыр. Күндізгі қарбалас пен арпалыстан, қынжылыс пен қыжылдан, тіршіліктің жанға да, тәнге де тыным бермейтін тынымсыз күйбеңінен бір сәт арылып, уайым қамсыз, алаңсыз ырақат дүниенің уазын кешкендей. Олар қазір бейіште де, кейісті де, тәрі кетіп, қалың қышыманың дуылдата шаққанын да, темекінің таусылғанын да ұмытып, қадір түннің құшағында балқып, ғұмыр тынысын тынымсыз соққан жүректеріне аманатқа тапсырып еді. Қарсы алдымда қызыл нұрға балбырай құбылып, әжімдері жазылған Бәтима апай бірте-бірте кескін келбеті есімде сақталмаған шешеме ұқсай берді. Жылы ұяға қонған қарлығаштай қара қоста мені бауырына тартып, ып-ыстық боп бара жатты. Түн ортасында уыты асқынған жарақаты шыдатпай, сылаумен сипауға да саябырламай, инедей шаққан кезде ауырсынғанын білдіргісі келмеді ме, әлде көңілінде лықсыған ойды тоқтата алмады ма қайдам? Кемел аға ауыр күрсінді. Ыстық жалын демімен қоса шықты. Үздік-үздік айтылған сөздері бірде өкінішті, бірде мейірімді әуенмен араласып, баяу естіледі. Ыстық ішіңе түсіп кетті ме қайдам? Елебің оттай қариды. Бекер ақ қасарыстың бағана. Ей, Бәтимай, ескі дерт, ескі досың сияқты, әбден үйреніп аласың. Ауруыңнан гөрі арың қинамасын де. Соңғы қысты өткізейін, одан әрі маған да тыныштық бұйыратын шығар. Әйтеуір тіршілік үшін емес, тірлік үшін істейтін парыз. Осы дүниенің қызығын да, қиынын да аз ермек етпедің. Ермек деймісің, Бәтимау? Қайдағы ермек? Кермегін неге ұмытасың? Ащы дәмі екеуміздің қалған жарық күнімізге де жетеді. Жетер, неге жетпесін? Сенің алданышың, медетің бар, үбірлі-шүбірлі сүйенішің мол. Мен жалғызымды уайымдаймын. Жапандағы жалғыз ағаш сияқты жел соқса, дауыл тұрса, қалай шыдар? Кім иығын төсейді? Сол ғой кеміретін. Оның үстіне қосағында қимады. Жетелі ұл жерде қалмайды. Енді өзі азамат, өткенді өзгерткен мен қиянат, өзі де көнбейді жасыма. Оны қозғап қайтесің? Жай көңілім босағаны да, одан гөрі күнде тоңқылдасып, мың келісіп, мың керіскен мына екеуі бақытты. Босағасы да берік, әкесінен тірі айрылса да, күнге көзін тік қадайды. Өздерімен өздері бала сүйіп жар құшып отыр. Сенің де, менің де алдымыздан қия өтпейді, соған да рахмет. Мазасыздан ба, Бәтима? Бізді қойшы, далада қалмаймыз. Қыз сахарын төгеді, ұлыңды жалғыз шығарма. Кісі жоқ, мына түтекте кім келе қойсын? Таза ауадан гөрі там үйді жағалайды. Реті келсе ойластыршы. Налый көрме, жарайды. Тағы да инеде қадалып, қарашы пәтшағардың. Қазір аяғыңды созшы болды. Ыстық күл суықты да сорып алады. Міне сәлші да солай, шырақ та сөніп барады. Шоғы жоқ бекен, жаның бір тыныш табатын шығар. Таңертең тезек әкеліп, көбірек басармын. Қозғалма, тыныштал, сабырыңды сақта. Таңғы қараңғылықта ғана шаншу дерті саябыр тапқан Кемел аға күйіп жанып, тынышсызданып шықты. Анда-санда үзіп-үзіп айтылған сөздері бірде өкінішке, бірде жанашырлық мейірімге толы. Білтесі күлге айналған шырақтың әлсіз жарығы мен оттың ысына тұтыққан жүзі алабұрта қабарып, көзінің алды ісіңкі тартыпты. Бәтима апай қараңғы сейілместен ошақтың отын тұтатып, әуелі сүтті ыстып берді. Мақтаға іспекті сіңіре сорғызып, балтырын орап, ыстық күл басты. Сәлден соң ғана көк шымылдығын сөккен сәуле шуағын құйғанда бір сәт көзі ілініп, тыныштық құшағына енді. Еппен қозғалған Бәтима апай түбіт салысымен аяғын қымтай орап, арқасын жәшікке сүйеген күйі мызғып кетті. Ғұмыр бойы сыйласып, сырласып, ақ адал пейілін риясыз төгіп, жүректерін жылытқан отаудың құт иелеріне ұқсайды. Еш жасандылығы жоқ,
қысылып қымтырылмастан әдепті ықыластары өздеріне жарасады да, тағдырдың пешенесіне жазбаған бақытын сәл ғана аял сәтін ақ төбет салы құндақтай орап, алақанын салып мәпелеп отырғандай. Жан дүнием еріп, осы қостағы төртеуін де ерекше пейілмен шолып өттім. Алысқа аттанған жолаушылардың жайсыз арбаның үстінде шайқала-шайқала қалған соңғы сығымы сияқты. Тістескен шырмауықтың тамырындай иісі сіңісіп, бірі үзілсе сетінеп кететін тағдыр торындай. Қиын түйіннің ұшағы тарқатылғанын жүрегім сезді де лүпілдеп қоя берді. Осы таңмен қоса мен үшін өзге дүние беймағлұм тіршілік тізгін тартқандай. Қиялмен қабаттасқан өмір қарашаның боқырауында адасып, қар аралас салқын ауада қаңқылдай қанатын қаққан қазбен қоса алысқа ұшып ғайып болғандай. Кінәсіз тұнық қиялды ғұмыр, таза сезімді қарлығаш өмір қайрылып, көңіл құсымен оралмайтындай сезілді. Оның барлығы балалық сияқты. Есейіп қалдым ба, кексе ойдың да шым-шымдап жүрекке тұнғаны ма білмеймін. Көз алдымды тұман басты, жас па, жанардың тұншығы ма белгісіз. Әп-әдемі әлемімнің, қиялмен жасаған балалық әлемнің еріп бара жатқанына өкінгенім бе білмеймін. Менің алдымда жасау жамаусыз, бояусыз, кәдімгі қарапайым өмірдің өзі тұрды. Ол маған әсерсіз, қарабайыр көрінгенмен де соншама күрделі әрі қатал еді.